Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған Pupils Book кітабының 88-89 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Page number 88, exercise number 25. Listen and read. Marco Polo stayed in China for 3 years. True or false? Бұл 25-ші жаттығу бойынша арнайы тыңдалым берілген. Сол тыңдалымды тыңда және де оқы. Марко Поло Қытайда 3 жыл болды. Бұл рас па, немесе өтірік пе? Бұл сұраққа жауап беру үшін біз мәтінді тыңдап және оқып шығуымыз қажет. Marco Polo started his journey to China when he was 17 years old. Марко Поло Қытайға саяхатын 17 жасынан бастаған. He arrived at the palace of Kublai Khan, the emperor of China. Ол Құблай ханның сарайына келді. Ол Қытайдың императоры. Kublai Khan liked Marco Polo because he was very clever. Marco Polo worked for the emperor for 17 years. Құблай хан Марко Полоны ұнататын. Өйткені ол өте ақылды. Марко Поло императорда 17 жыл жұмыс істеді. Marco Polo left China in 1292. Марко Поло 1292 жылы Қытайдан кетті. 3 years later, Marco Polo arrived in Venice. 3 жылдан кейін Марко Поло Венецияға келді. In 1298, there was a war between Venice and Genoa. Marco Polo ended up in prison. 1298 жылы Венеция мен Генуа арасында соғыс болды. Марко Поло түрмеге жабылды. In prison, Marco Polo met a writer. Marco told him about China and he wrote a book called The Travels of Marco Polo. Түрмеде Марко Поло бір жазушымен танысады. Марко оған Қытай туралы айтып берді және ол Марко Полоның саяхаты деп аталатын кітап жазды. Today, we know a lot about China because of Marco Polo. People call Marco Polo one of the greatest explorers of all time. Бүгінде Марко Полоның арқасында Қытай туралы көп білеміз. Адамдар Марко Полоны ең ұлы зерттеушілердің бірі деп атайды. Exercise number 26. Read again and put the sentences in the right order. Қайта оқып, сөйлемдерді дұрыс ретімен орналастыр дейді. Бірінші бізде A. Marco Polo left for China. Марко Поло Қытайға кетті. Екінші бізде C. He worked for the Emperor of China for 17 years. Ол Қытай императорында 17 жыл қызмет етті. Үшінші бізде F. Ол 1295 жылы Венецияға қайтадан оралды. Төртінші бізде E. Бұл жерде, яғни ол соғысқа қатысып, ақыры түрмеге қамалды. Бесінші бізде D. He told a writer about China. Ол бір жазушыға Қытай туралы айтып берді. Алтыншы бізде B. The writer wrote a book called The Travels of Marco Polo. Жазушы Марко Полоның саяхаты атты кітап жазды.